Сөз депутат Алтынбек Нұхұлына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Біздің сауалымыз үкімет басшысына жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, аса көрнекті ғалым КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Кеңестер одағы мен Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, әйгілі академик Евней Арсланұлы Бөкетовтың биыл 100 жылдық мерейтойы. Орталық Қазақстанның қарқынды дамуына себепкер болған Қаныш Сәтбаев бастаған істі шәкірті Евней Бөкетов жалғастырып, қазақ елінің экономикасы мен ғылымын, мәдениеті мен руханиятын жаңа сатыға көтерді. Бөкетов негізін қалаған химия металлургия мектебі бұл саладағы көшбасшысы рөлін алдымен бүкіл одақтың, артынан әлем химиктерін еріксіз мойындатты. Бұдан басқа ұйымдастыру қабілеті ерекше ашылған жылдары бүгінгі өз атындағы Қарағанды университетін мемлекетімізде екінші университет ретінде аяқтан тік тұрғызды. Небәрі 58 жыл ғұмырының 30 жылдан астамын оқу, білім мен ғылым саласына, әдебиет пен өнер, өнеркәсіп пен өндіріске арнап, 24 ғылым докторы мен 61 ғылым кандидатын дайындап, Орталық Қазақстанның кадр мәселесін өте жоғары дәрежеге көтерді. Бір бойында ұстаздық, ғалымдық, қаламгерлік қасиеттерді тоғыстырған энциклопедист ғалым ұлттық құбылысқа айналып, қайраткерлік деңгейге көтерілу маңдайына жазылды. Белгілі жазушы ұстаз Зейнулла Қабдолов Евнейді евней еткен көркем әдебиет депті. Расында да әдебиет зерттеушісі, театр сыншысы, көркем сөз шебері, жазушы аудармашы болып, екі тілде еркін жазған жалғыз жазушы ғалым ректор ретінде ерекшеленді. Әлем классиктерінің шығармаларын зерделеп, олар туралы өзіндік пікір айта білген Бөкетов, ұлт мақтаныштары Абай, Шоқан, Қаныш, Мұхтарларды сол биіктен дәріптей біліп, өз заманының шынайы суреткер атанды. Қазақ халқының ұлы перзенттері Шоқан мен Қаныштай бір туарларға арнаған деректі көркем хикаяттары үлгі өнеге алар, соларға қарап бой түзеп, соларша өмір сүру қағидатына шыға біліп, өзі де ұлы тұлғаға айналды. Арыстарымызды ардақтау перзенттік борышымыз екендігін ұмытпай, және жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, ғұлама ғалым жазушының 100 жылдығында мынадай ұсыныстарға тоқталмақшымыз. Бірінші, 20 жыл бұрын жарық көрген 6 томдық шығармалар жинағын толықтырып, елімізде жарияланып көрмеген еңбектерін және шетелдік мұрағаттардан да материалдар жинап, жаңадан 7 томдығын шығару. Сонымен қатар Бөкетов тану ғылымын қалыптастыру жолында ғалым туралы естеліктер жинағы мен Бөкетов энциклопедиясын баспадан шығаруға дайындау. Екінші, оқу ағарту министрлігі жайлы мектеп бағдарламасы бойынша салынып жатқан заманауи мектептерге туған жері Петропавл және Қарағанды, Көкшетау, Астана, Алматы, Түркістан қалаларында есімін беріп, сол мектептерде Бөкетовке арналған музей мен бұрыштарды ашуды қолға алу және Евней Бөкетовтың мұрасын орта мектеп оқу бағдарламаларына енгізілуін қарастыру. Үшінші, аса көрнекті ғалым жазушының тұлғасын айшықтау үшін Астана, Алматы, Түркістан және Балқаш қалаларында көшелерге есімі беріліп, еңбек сіңген Балқаш қаласы мен туған жері Петропавлда еңселі ескерткішін тұрғызу. Төртінші, Қарағанды облысының әкімдігі ұлы тұлғаның жатқан жерін ретке келтіріп, жаяу жүргінші жүретін жолда абаттандыру мәселесін шешу және жыл бойы мерейтой иесіне арналған іс-шаралар топтамасын өткізу. Бесінші, Мәдениет және ақпарат министрлігі Бөкетовтың еліміздің қалаларының театрларында қойылған драматургиялық пьесаларын қайта жаңғырту және заңғар ғалым жазушы туралы деректі фильмді түсіру, баспасөз беттерінде кеңінен насихаттау жұмыстарын жүргізіп, телевизиялық және радио бағдарламалар шығарылымын ұйымдастыру. Алтыншы, Ұлттық банкі ғұламаның құрметіне мерейтолық монета шығару мүмкіндігін қарастыру. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі академик Бөкетов атындағы ғылым саласындағы сыйлықтың дәрежесін көтеру мәселесін шешу. Жетінші,
ғылым және жоғары білім министрлігі ұлттық ғылым академиялары мен жоғары оқу орындарына ғұламаның мұрасын кеңінен насихаттау мақсатында халықаралық конференциялар мен дөңгелек үстелдер өткізу жоспарын қабылдап бекіту.